Doğal dәнекерлеу группаны екі командаға бөліп қойдым. Кремний және селен. Екі команда өздерінше жұмыс істейді. Маған көмекші болып жұмыс істейді. Доғаны қоректендіру көздерімен таныстыру, дәнекерлеушінің құрал-жабдықтарымен таныстыру, таңдаған мамандықта қызығушылығын арттыру және жасөспірімдерді патриоттық сезімін нығайту. Қазір біз рефлексия кезеңін өткіземіз. Отан үшін күрестерге түскен күресі. Сізге қарап, қадіріне жетпеген өз қадіріне жетпейді. Отансыз адам болмасын. Отан отбасынан басталады. Отан үшін отбасы істейміз. Еңбек туралы мақал-мәтелдер кремний тобы. Жұмысы жемісінің еңбегі келісті. Жасы. Афидан. Еңбегі азын, еңбегі аз. Жасы. Кім жағы? Кім ердан? Сол ұрыстың өзі еңбек кірістің. Жасы. Алма қантты жешқан. Жасы. Зерен ұрыстың сөздердің олды. Жасы болма? Болмар ма? Енді селен тобы айтады. Қаны бастаймыз кім? Кім давай? Еңбек патшалық бастайды. Аты ердің атын еңбекші. Сығаның бізді секілді жақсылықтың сөзі. Жасы ердана. Барғандарды жауап келді. Өмірдің аты. Жасы. Осы рефлексия кезең аяқталды. Енді үй тапсырмасын тексеру кезеңіне өтеміз. Қазақ тілінде, орыс тілінде және ағылшын тілінде айтамыз. Қазақ тілінде айтамыз. Кім айтады? Кремний селен, Бекнұр. Дәнекерлеу қызыр немесе формасын өзгертіп, қалпына келтірген кезде жалғанатын бөлшектердің атомдарының арасында орналасқан байланыс арқылы ажыратылмайтын жалғау өндіру процессы. Жақсыны дәнекерлеу қоршар. Называется процесс получения неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединениями и их частями при нагревании или пластическом деформировании. Жақсы. Ағылшын тілінде кім айтады? The welding Ринат. The welding is a process to connect two things by the union of which change or contact things. Жақсы, отырамыз. Электростат, электросәулелік, лазер, плазмалық, диффузиялық. Диффузиялық дәнекерлеудің түрлері асылжаны? Сол арқылы дербестік, дербестік, индукциялық, қажалау, ultradыбыстық, жарылу, суық, тақатпен. Жақсы, отырамыз. Кім айталады? Дәнекерлеудің электр тізбегі. Дәнекерлеудің электр тізбегі бірінші қоректік көзінен екі кабель өтеді. Бірінші кабель бұйымға жалғанса, екінші кабель электр ұстағышқа электрод жалғанады. Электрод пен бұйымның арасында доға жалғанады. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Доғаны қоректендіру көздері Айбек айтады. Доғаны қоректендіру көздерінің трансформатор түзетгіш түрлендіргіш. Рахмет. Кабель. Нұрғожа. Қандай металдар? Мұстан? Алюминийден жасалады, дұрыс. Тағымдық беттестірген, түнделік беттестірген. Анда алдында тұрған қандай жол? Темір, көрсетші шығар. Көрсетші. Қандай бұл? Қамыр. Т өргені Т әріне ұқсайды. Отырамыз. Жақсы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дәнекерлеушінің жұмыс орны. Дәнекерлеушінің жұмыс орны, дәнекерлік жұмыстарды атқаруға арналған барлық жабдықтармен қамтылған жұмыс орны. Дәнекерлеушінің жұмыс орнында міндетті түрде дәнекерлеу аппараты болу керек. Мына жерде бізде дәнекерлік түзеткіш және дәнекерлік трансформатордың макеттері көрсетілген. Бұлар доғаны қоректендіретін аппараттар. Мынау сіздер жұмыс істеп жүрген Аврора аппараты, бұл жылжымалы жұмыс орнында қолданылатын аппарат. Және дәнекерлеушінің саймандары болады. Бұл жерде міндетті түрде дәнекерлеушінің орнында сіздер немен қолданасыздар? Маскамен қолданасыздар. Қалқанша. Одан кейін мынау не?
Бұрышты сендер практикада қолданасыңдар. Мынау не? Түзеткіш. Бұнымен не істейсіңдер? Горизонталь мен вертикалін тексеріп отырасыңдар. Так, мынау? Метр. Бұны біз металды бұйымдарды дайындағанда қолданамыз. Так, мынау бізде жүктердің формасын тексеруге арналған құрал. Және де мынау бұйымдардың арасындағы градусын анықтайды және металдың арасындағы саңылауды тексеруге болады және қоюға болады. Мына жерде градустар көрсетілген, осымен тексеру. Және дәнекерлеушінің көмекші құралдары бұл балға мен щетка. Щетка металдың бетінен шлакты жояды, балға шлакты жою алдында оны қағып ұрып шығады. Және де мына жерде бізде екі элементі, бұл негізінде сендер практикада да қолданасыңдар, сабақта да мен сендерге көрсеткен. Бұл не? Массасы. Кабельді Жанғожа айтты, кабельдің өзегі металдан және алюминийден жасалады. Қазір бізде тақтада сол материалдардың несі жазылып тұр. Аттары топ командирлері шығып, өздеріне қатысты жауапқа беретін парақтарды тақтадан алады, өздерінің топтарымен дайындайсыңдар. Тез-тез командирлер шығамыз. Бұл жерде үш түсті парақ, бір түсті парақ қиынды. Әрқайсысы бір қызыл. Аласыңдар, топқа барасыңдар. Бір сары, бір анамал. Қалқанша. Электродстауыш, Ринат. Электродстауышын, электродстауыш және оған мәлімдер тоқ жеткізу үшін электродстауыш пайдаланады. Келесі сұрақ, кабельді кім экранатына жаққа шығып көрсетеміз. Кабель деген не ол? Электродстауыш АЕП және АЕП маркаларын болады. Дәнекерлеушінің саймандарын Нұрмұхамед көрсетеді қазір. Балға. Балға не істейді? Балға шылат еткен кезде бұйымның бетіне шылат кетеді. Жақсы. Но четко шылақты Бұл да шылат кетіреді. Мынау бұрышты түзеткіш. Мен бұрыштар шығарады. Мынау өлшегіш, түзеткіш. Мен бұйымды өлшеп, тегістігін өлшейді. Метр бұйымды өлшеп кесу үшін. сапасын тексереді. Мынау сапасын тексеретін құрал. Тобы бұларға түскен сұрақтарымыз жарық сүзгі, қалқанша және дәнекерлеушінің киімі. Жарық сүзгі туралы бізде кім дайындалды? Жарық сүзгі металл мен доғаның шаршаңдысынан көзді, адамның терісін қорғайды. Мемлекеттік статистика бойынша жарық сүзгінің 13 нөмері бар. Олар 5 амперден 1000 амперге дейін жетеді. Жарық сүзгі тоққа, металдың құрамына және дәнекерлеушінің көру қабілетіне қарай таңдалады. Келесі сұрағымыз қалқанша. Қалқанша туралы бізде Нұрдәулет дайындап келді. Қалқанша мемлекеттік стандарт бойынша жеңіл және жанбайтын материалдан жасалынады. Толық қалқаншаның салмағы 0,480 кг, ал басқа келетін қалқаншаның салмағы 0,500 кг-дан аспау керек. Стандарт қандай түрі? Басқа келетін Рахмет. Бұл дәнекерлеушінің киімі. Бұл брезент деген матадан жасалынады. Бұл шалбары, міндетті түрде бұл костюмнің сыртынан шығып тұру керек шалбар.
Мына қолғап, бұл да президенттен жасалған. Бұл қолы күйдірмеу үшін жасалынады. Мен айып деймін, бұлғары айыппен жасалған. Айыппен болады. Бұл шоқ күйдірмеу үшін. Балаға айыппен сыртына шығып тұру керек. Әйтпесе айып күйіп болады. Металдың шоқтары аяқ күйдірушіне түсіп, дәнекерлеушінің күйдіріледі. Басында? Басында маска болады. Құрметті студенттер, қазір біз бүгін өткен жаңа сөздерді ағылшын және орыс тіліне аудармаларын көреміз. Так, дәнекерлеу. Біз білеміз, бұны өткенбіз дәнекерлеу қазір орысша қалай болады? Қол көтереміз. Дуговая сварка. Уэлдинг. Доғалы дәнекерлеу отыр. Кім? Ринат? Дуговая сварка, арс уэлдинг. Жақсы. Келесі сөз. Мен дәнекерлеушімін. Я сварщик, айын нөмір. Жақсы. Келесі сөз. Дәнекерлеушінің жұмыс орны. Ринат? Сварочный пост, уэлдинг пост. Жақсы. Трансформатор кім айтады? Асылжан? Трансформатор, трансформер. Түзеткіш. Кім айтады? Мұхаммед? Түзеткіш. Түзеткіш. Органикер. Ректификатор. Түрлендіргіш. Мұхаммед Ахмет. Кім айтады? Жүрсін? Преобразователь. Трансформер. Трансформа. Жақсы. Электроуставыш. Келесі сөз электроуставыш. Ринат? Электродежатор, электрополдер. Қалқанша. Кім? Шипок. Единг. Шишин. Енді сабақты қорытайық. Қорытындысын шығару үшін менің көмекшім жүрсінбек. Бүгінгі сабақта ең көп талшында қамтылып, ол кремний тобы. Бұл жерде әсен жарқын сабаққа бесінге қатысты және Аружан Асылжан. Кімге 5 бөлім? 5 бөлім ол? Жарқынға 5, Асылжан 5 және Нұрдәулет 4. Бұдан Сирен тобында 5, Ринат 4, Ержан 4 және Нұрмұхаммед 4. Рахмет. Келесі баға алмағанда келесі сабақта жақсылап дайындалып келеміз.